денсаулыққа көп назар аударамыз. Таныс болыңыздар, бұл аэровокзал кезекшісі Оспанова Алтынкүл. Алтынкүлдің Астана халықаралық әуежайында қызмет етіп жүргеніне 16 жыл болған. Әңгіме басын жұмыс барысында орын алған қызық оқиғадан бастауын сұрадық. Бір кісі келіп, үлкен қария жұмыста болғанда, ол кісі рейсқа қалып қойды рейстен. Ана бірінші этаждан бастап айқайлап келе жатыр, маған көрсетіп, «Ей, қызым, ана самолеттің құйрығынан ұстай тұршы, мен мініп алайын» деп. Әуежайдың өркендеуіне елеулі үлесін қосқан кейіпкерімізден жастар жайлы сұрадық. Қазіргі жастардың еңбек етуде төзімділіктері жеткіліксіз, тұрақтылық аздау дейді. Жастарға мен айтарым, тілерім, ең бірінші өздерінің ойымен, санасымен, осы жерде мен жұмыс істеймін, осы жерде мен қызмет атқарамын, бәрімен бірге істеймін деп ынтасымен, өзінің сүйіспеншілігімен сонымен келу керек. Жастар енді көбісі түсіне қоймайды, енді көзбен қарағанда оңай болғанмен жұмыс қиында болады. Соның бәріне төзімді болу керек. Айтпақшы, Алтынкүлдің ұлы да өз өмірін авиация саласымен байланыстырады. Қазір мектеп қабырғасында білім алып жатқан бала өскенде ұшқыш болғанды армандайды. Мама, сенің жұмысыңа барайыншы, мама, сенің жұмысыңды көрейінші, маған ұнайды, ұшқандар ұнайды, самолетқа отырғандар ұнайды деп. Жаңағы айтып кеттім ғой, бір сөзімде экипаждардың киімдері, жаңа формалары бәрі ұнайды. Енді сол кіші ұлымнан үміт күтем. Менің жолымды қуар деп. Сөз соңында кейіпкеріміз барлық нәзік жандыларды көктемнің шуақты мерекесімен құттықтады. Ең сүйікті аналарға, ақжаулықты әжелерге, ең сүйікті қыздарымызға, ең сүйікті әріптестеріме осы келе жатқан 8 март мерекелері құтты болсын. Отбасыларында тыныштық болсын, дендері сау болсын, ешқашан уайымдамай, қайғы болмасын, тек қана жақсылық болсын біздің Қазақстанымызда.